Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, құрметті арнамыздың көрермендері, тұрақты және қонақтары. Бүгін сіздермен Қызылорда қаласы жаңа әуежай, жаңа терминал, Қорқыт ата әуежайы туралы мағлұматтар беріп өтпекпіз. Қызылорда қаласындағы Қорқыт ата әуежайының жаңа жолаушылар терминалы өңірдің көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған маңызды жобалардың бірі болып саналады. Бұл терминал 2024 жылы ашылып, әуе айлағының өткізу мүмкіндігін 7 есеге арттырды. Яғни жылына 300 мыңнан 2 миллион жолаушыға дейін қабылдай алады. Жаңа терминалдың құрылысы және қаржыландыруы. Құрылыс құны жобаға жалпы 16,6 миллиард теңге, шамамен 33 миллион ақш доллары инвестиция салынды. Қаржыландыру көздері Болат Өтемұратов қоры 16,6 миллиард теңге құрады. Қызылорда облыстық бюджеті 4,3 миллиард теңге инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымға жатады. Құрылыс мерзімі 2023 жылдың ақпанынан 2024 жылдың қыркүйегіне дейін жалғасты. Жалпы, Қызылорда қаласындағы Қорқыт ата жаңадан ашылған терминал жөнінде айтатын болсақ, өзінің қала тұрғынының пікірін ретінде, осы әуежайға кіреберіс алаңынан кіргеннен бастап өте керемет атмосфера, яғни сезім болды. Қала тұрғыны ретінде бізден бүкіл Қазақстан бойынша да бұндай терминалдардың көбеюін тілеймін. Өте керемет әсер болды. Себебі ішіне кірген кезде өте бос кеңістік, жаңадан құрылғылар, адамдардың жаңа терминалдары, және ешқандай кезекке тұрмайсың, отыратын жері кең. Жан-жақтағы терезе әйнектері өте керемет, кең, жарық өте керемет түседі. Және де күту залдары көптеген адамдарға жағдай жасалған. Жаңа терминалда қарап көрдім. Жаңағы өзіміздің дәстүрлі, өзіміздің киімдеріміз, әшекейлеріміз және көптеген жаңағы сувенирлер орналастырылған. Және айтатын болсақ, көз шалып қалғаным, әуежайға ұшушыларға арналған кішкене тамақтанатын жер, кофе, шай ішетін жерлер өте керемет орналастырылған. Терминалдың сипаттамасы: ауданы жалпы 7,5 мың метр квадрат, жабдықтары телескопиялық баспалдақтар орналастырылған, қол жүгін тексерудің автоматтандырылған жүйесі орнатылған, жоғары стандартты инженерлік жүйелер. Сәйкестік халықаралық әуе көлігі қауымдастығының ИАТА және халықаралық азаматтық авиация ұйымының стандарттарына сәйкес орналастырылған. Тағы айтатын керек болса, рейстер мен бағыттар жөнінде ақпарат бере кетсем, әуе компаниялары Air Астана, Fly Арыстан, Қазақ Air компаниялары жұмыс жасайды. Бір аптадағы рейстер саны Астанаға 16 рейс, ал Алматыға болса 10 рейсті құрайды. Халықаралық рейс 2024 жылдың маусым айында Анталия қаласынан бастап чарттық рейс іске қосылатын болады. Болашақта Қорқыт ата әуежайының жаңа терминалының жоспарлары: Ақтау және Атырау қалаларына қосымша рейстер ашу, Қызылорда Көкшетау, Қызылорда Ақтөбе, Қызылорда Қарағанды бағыттарын әлеуметтік маңызы бар рейстер тізбесіне енгізу жоспарда бар. Әлеуметтік экономикалық әсері: бұл туризмнің әуе байланысын арттыруы, ішкі және халықаралық туризмнің дамуына орасан ықпал ете алады. Қорқыт ата әуежайының жаңа терминалының көлік тұрағы өте кең, тұтынушыларға жағдай жасалған, барлық тұтынушылардың көліктері орнатыла алады, және ол жерде постпен кіреді, және машиналардың көліктерін басқа қалаға кететін болған жағдайда сол жерге қойып, сенімді жерге тастап кете алады. Ол жерде барлығы тұрақты ақылы парковкалар орналасқан. Сіздерге көптен көп рахмет. Егер бейнежазбамыз ұнаған болса, қазақ тілді арнамызды қолдап, бағалап, каналымызға тіркеліп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздерді алдағы уақытта жаңадан осы Қызылорда қаласының
және де облыстардың аралығында жақсы бейнежазба тарихтарымен және ақпараттарымен, құрылыстарымен бөлісеміз.